Сәлем достар, сіздермен бірге қайта қауышқан мен Айжан, және де бүгінгі видеомыз влог болады. Бүгін менде Еркиназ Сүлейменова блогермен фан-встреча жасаймын, және де осы күннен сіздерге влог түсіргенім дұрыс болады деп ойладым. Сағат қазір 11:30, және де бүгінгі күнді сіздер менімен бірге өткізетін боласыздар. Мен кеше компьютермен осылай фан-встречада қоятын сұрақтарды, ойындарды, барлығын еститінді тізбектеп жазып қойдым өзімнің. Және де мен осы фан-встречама осы кішкентай штативімді алатын боламын. Үлкен ауыр болғандықтан осыны алам. Алиэкспресстен баяғыда заказға бергем. Бірақ бұның бір аяғы инвалид сынып қалды енді. Сосын мен оны жаңа изолентамен байлап қойдым. Вот осыны алам. Не самсан дайындап жатыр. Вот. Вот. Дүкенге бара жатырмын. Мен жаңа дүкеннен келдім. Және де мен пластиковый одноразовый стаканчикті сатып алдым. Оның себебі біз фан-встречада сондай закускалар жасайтын боламыз. Яғни мен самса пісірдім, ал Еркиназ пицца пісіруге келеді. Сосын сусындарды стаканчиктермен сондай бір кішігірім закускалар жасап қоямыз деп шештік. Әзірге осы. Самсаларым дайын болды. Бұл жерде 50 шақты, ровно 50 самса бар. Сағат 3:20 минут қалды. Және де мен апам осылай шашымды екі өріп әдемі қылып берді. Қазір алдыңғы шаштарын берілатып қоямын. Кейіннен рюкзагымды жинап, дайындап қоямын бәрін. Вот, уже шығып кеттік. Емде де әдемімен сақтаған. Мен бірге барады. Мен бұлай кейін алдым, рюкзагымды алдым. Енді автобус күтіп тұр. Келеді. Көріп тұрғандарыңыздай, фан-встречамның ең басында мен барлықтармен жеке танысып, суретке, видеоларға түскен болатынмын. Сіздер шынымен де өте көп келдіңіздер. Келгендеріңізге көп рахмет. Мен фан-встречама келдім, және де күшті. Егер де осы жерден өзіңді тапсан, осы видеоға лайк бас. Келген қыздардың ешбіреуінің көңілін түсірмес үшін барлықтармен суретке де, видеоға да асықпай түскен болатынбыз. Оның барлығы 40 минутқа кеткен шығар. Ал кейін келген қыздар маған әртүрлі сұрақтар қойды. Блог туралы, менің YouTube каналым туралы, Instagram туралы, видеолар туралы. Сөйтіп сұрақ жауап қылып, сол жерде жауап беріп тұрдым. Және кейбір қыздар маған өте күшті сыйлықтар берді. Мысалға, осы қыз менің суретімді рамкаға шығарып салып берді. Көп рахмет. Сыйлықтарым туралы бөлек видео болады. Кейіннен біз өте қызықты ойындар ойнадық қыздармен. Оның бірі осы. Сулифа ойыннан ұтылған адам, жеңген адамның желаниясын орындап, солай өте күлкілі қылып ойнадық. Мысалға, Назерке деген қыз жаңа ұтылып қалды да, мен оған кез келген өлеңге билеп бер деген желание берген болатынмын, және ол оны орындады. Осы қызда ойыннан жеңіліп қалды, және де мен оған ағашты 3 рет айналсын деген сондай күлкілі бір желание берген болатынмын. Красавчик. Өлең айтамын дейді. Давай.
кездесуім сіздерге ұнады ма? Бойто жартысы ар жақта. Еркеназбен сүртке видео түсіріп жатыр әне. Көп рахмет келгендеріңізге. Вот, фан-встречамыз жалғасып жатыр. Бізде перекус болып жатыр. Еркеназ пицца кел, мен самса, сокпен бәрі тамақтанып сөйтіп алдық. Вот, тур Еркеназға бар қайтамыз. Еркеназ не істеп жатыр екен. Еркеназ ханым фотоға түсіп жатыр. Сәлем жолдап жіберсеңіз. Еркеназдың сіңілдері қайда екен? Жаңа жүрді ғой. Ладно. Вот. Мына мен фан-встречамыз әлі жалғасып жатыр. Вот. Қыздар бірте-бірте азайып жатыр. Вот, Еркеназ. Вот. Еркеназбен бәріміз тағы да ойын ойнап жатырық. Тек бұл жай ғана ойын емес, ол Whisper Challenge, яғни YouTube-тағы бір челленджді ойнап отырмыз. Кездесуімізге келген адамдар бірте-бірте азайып бара жатыр. Еркеназбен тіркеліштері наушники challenge, типа Whisper Challenge ойнап жатыр. То есть, мен жақта кетіп қалдым. Енді мына жерлерде подружкалардың қасында тұрмын. Сағат 6:30 болып қалды, уже бітіп қалды. Ойын қызып жатыр де. Осымен кездесуім аяқталып қалды. Барлықтарымен суретке түсіп, видеоларға да түсіп үлгердік. Оны Instagram стористеріме салып, посттарға салып отыратын боламын. Әзірге қазір мен соны жасайтын боламын. Стори пост саламын. Кейіннен осы влогымды монтировать етіп саламын. Барлықтарыңыздың қолдауларыңызға, келгендеріңізге көп рахмет. Еркеназға да көп рахметімді айтамын бірге жасағанымызға. Сіздермен бірге болған мен Мессажан-kz. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше осыны жалғасы.